Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін тамақтану туралы айтамыз. Жоқ, біз аспаз емеспіз, алайда әлемдегі азық-түлік экономикасы жайлы айту парызымыз. Бұл видео арқылы әлемде қанша адам аш және қанша адам семіздік ауруына шалдыққанын, сонымен қатар алып супермаркеттер айласы мен кедей және бай елдердің азық-түлік тұтыну айырмашылығын білетін боласыз. Әлем бойынша тұтынуға әзірленген тамақтың 30% желінбейді, яғни қоқысқа тасталынады. Егер бір күндегі желінбей қоқысқа тасталған азық-түлікті жинасаң, бір футбол стадионын азық-түлік қоқысына толтыруға болатын еді. Тамақ болған соң қалады да, онда тұрған не бар дерсіз? Алайда жер бетіндегі әрбір 9 адамның біреуі тойып тамақ ішпейді. Азық-түлік тапшылығын сезінуде. Олардың саны шамамен 850 миллион. Сол 850 миллион адамның 190 миллионы аштық зардабын тартуда. Бұл басқа планетада емес, жерде, және олар да адамдар. Видеоны неге қоқысқа тасталған тамақтардан бастадық? Себебі бір күндік қоқысқа тасталған тамақтар 1 миллиард 800 миллион адамды тойдыруға жетеді. Яғни мәселе тамақтың жоқтығында емес, оның дұрыс бөлінбеуінде. Яғни кей елдердің азаматтары ашығуда, ал енді бір ел азаматтары тамақты қоқысқа тастауда. Азаматтары тойып тамақ жемейтін елдердің саны 7. Олар Конго, Нигерия, Судан, Эфиопия, Оңтүстік Судан, Йемен және Ауғанстан. Ал азық-түлікті ысырап етіп қоқысқа тастаушы елдерді екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі, азаматтар табысының 10-15%-ын азық-түлікке жұмсайтын елдер. Олар Европа елдері және Америка құрама штаттары. Бұл елдердегі азық-түлік қоқыстарының 40% үйде тасталады. Яғни азаматтар сатып алып үйіне алып келгеннен кейін, ал қалған 60%-ын дүкендерде және қоймаларда жарамдылық мерзімі өтіп кетеді. Ал бізде, яғни екінші топтағы елдерде, яғни табысының 15%-нан көбін азық-түлікке жұмсайтын елдерде сатып алып үйге әкелген тауардың қолдағы үлесі 17%. Ал бізге дейін, яғни жолда және қоймада жалпы қоқысқа тасталатын тауардың 83% түседі. Біз қарапайым экономика арнасы болғандықтан ақшамен есептеп көрейік. Сонымен, Америка құрама штаттарындағы әрбір отбасы бір жылда қоқысқа тастайтын тауарының құны $1800 құрайды екен. Яғни, бір жылда бір отбасы $1800 қоқысқа тастайды деген сөз. Бұл теңгемен 770 мың теңге шамасында. Штаттарды қоя берш, бізде жағдай қалай екен деп тұрған боларсыз. Соңғы жылдары бізде де азық-түлікті қоқысқа тастау көбейді. Супермаркеттегі себеттердің үлкен екенін байқадыңыз ба? Бұл адамдардың көбірек сауда жасауы үшін, яғни өздері тұтына алатыннан көбірек сатып алу үшін құрылған. Себетіміз ғана емес, үйіміздегі тоңазытқыштың көлемі де өсті. Соңғы 30 жылда әр қазақтың тоңазытқышы шамамен 60%-ке үлкейді. Әрине біз тоңазытқышымызды бос қойғымыз келмейді. Соңғы жылдары әлемдегі аштық зардабын тартып отырған азаматтардың саны өсуде. Дәл қазіргі сәтте аштық салдарынан және аштық себебінен туындаған аурулардан әр 5 секунд сайын бір адам қайтыс болады екен. Миллиондаған баланың өсу деңгейі тоқтап қалған. Әрине, бұл да аштық салдарынан. Бұл таяқтың екінші ұшы бар екенін де айта кетейік. Әлем бойынша 600 миллион адам семіздік ауру деңгейіне жетті. Америкалық ересектердің 74%-інде және балалардың 45%-інде артық салмақ бар. Неге бұны таяқтың екінші ұшы дедік? Себебі бұл да дұрыс тамақтанбаудан. Бұл да экономикаға теріс әсер етеді. Әлемдік ашаршылық бұрында болған, онымен Біріккен ұлттар ұйымы күресіп келеді. Алайда әлемдік геосаяси жағдайдың күрделенуі жағдайды ушықтырды. Қарапайым азамат ретінде мен не жасай аламын деп ойласаңыз, қарапайым экономика арнасы кеңес береді. Дұрыс тамақтаныңыз және балаңыздың да дұрыс тамақтануын қадағалаңыз. Супермаркеттен бір айлық тауарды сатып алудың еш қажеті жоқ. Оларды тұтынып үлгермейсіз, аз бөлігін болса да тастауға мәжбүр боласыз. Сол себепті дүкенге жиі барып, аз-аздан сауда жасаңыз. Саудагерлердің түрлі айла шарғысына түспеңіз. Екеу алсаң, біреуі тегін деген сияқты. Көп жағдайда сізге біреуінің өзі жеткілікті болар еді. Және соңғысы, Европада қолданылатын food sharing, яғни тамақпен бөлісу әдісін қолданыңыз. Яғни жұмысыңызда немесе үйде қалған таза жарамды тамақпен бөлісіңіз, себебі ол тамаққа жетпей жүргендер де бар ғой.
Сол себепті видеоға лайк басыңыз, арнаға тіркел және қарапайым экономика арнасындағы басқа да қызықты видеоларды көріп экономикалық сауатты бол. Сау бол.